Assalamualaikum qadrmanda Musan bауырлар. Мінекей бүгін 4 шілде елімізге кезекті 26 контейнерімізді артып жатырмыз. Қазір бірінші болып 2022 жылы бірінші болып Hyundai Palisade көлігі артып жатыр. Астана қаласы Ерғали ағамыздың өзінің таңдаған көлігі. Жақыннан бір түсірейік. Енді бізде қазір бәрі асығыс болып кетті. Мінекей 2022 тап-таза. YouTube арнасында да тағы да бір көлік шығардым ғой. Ол да 2022. Мынада 4WD. Несбордың передний приводтары қазір бола береді. Айдауға да. Қызыл салон. Тап-таза. Полный цифровой. Кілті. 2022 үшінші ай. Парақтарын жасаттық. $400. Керемет. Ал бисмиллахиррахманиррахим деп бірінші көлікті жүктейміз. Окей. Окей, Салим. Окей. Енді одан кейінгі RAV4 көлігі жүктеледі. Бұл 2021 жылға таза біздің Ержан ағамыздың танысы, Ержан ағамыз Kia K5 алған болатын. Соны танысы мінекей Toyota RAV4 көлігін тапсырыс берді. Бұл японский сборка, 2.5 бензин, 8 сатылы, 207 аттың күші бар. Одан кейінгі жүктелетін Kia K5 көлігін. Ал мінекей бисмиллахиррахманиррахим. Тап-таза, керемет. Қазір салафан орап жатқан жоқ, себебі қазір көп жерде жабысып қалып, ауа райы алда уақытта қатты ыстық болатын болғандықтан қатты жабысып қалады. Оның үстіне оны салафанды ашатын кезде бетіндегі лактеріне жолап тастап жатыр. Мінекей көлікті қалай жүктеп жатыр, балақтарын қадағалап жатырмыз. Мінекей қазір арт жақтарына баллондар қойды. Өйткені тағы да бір кроссоверді салу керек. Жүріп кетпесін деп скотчтармен жасап жатыр. Барлық келіп мінекей баллондардың барақтары. Бәрі симді болу үшін. Одан кейін Амантай ағамыздың бізге сенім беріп мінекей Toyota RAV4 көлігін алып жатыр. 2.5 бензин, 8 сатылы, 207 аттың күші бар. Бұда тұрған мотор Lexus S 200 тұрған мотор бар. Көлік қандай керемет, бәрі жақсы. Toyota RAV4-тің пробегтері 7000 км айналасы. Мына қарайтын болсақ, модель жақын 2021 7-ші ай. Керемет. Ал мінекей бисмилля. Екінші көлігі жүктеп жатыр. Мінекей одан кейінгі үшінші болып жүктелетін Kia K5 көлігі полный комплектация. 2 литр бензин, сигнече комплектациясы. Қазір салонның бір көрсетейін. Бұл алдында 3 Kia K5-тің ішіндегі ең жақсы ұнаған осы көлік болатын. Пробегі де аз, әрі соңғы максимальный комплектация. Мінекей қазір күн ыстықтан естіп кеткен екен, бұны қазір ажыратып, бардашқа қосақ қойып. Ал мінекей келесі көлігіміз Kia K5 көлігі, ең жоғары комплектация. Бисмиллахиррахманиррахим. Мінекей қазір темірлерін тіреп көлікті жақсы жүктеп жатыр.
қазір. Жіптердің бәрі тартылды. Мінекей. Аллаға шүкір, мінекей көліктерімізді ойдағыдай жүктеп болдық. Бізге сенім беріп тапсырыс бергендеріңізге үлкен рахмет. Тағы да көлік алушы кісілерге де айтарымыз, қорықпай сеніммен тапсырыс беріңіздер. Мен сенімді түрде айталамын. Осы Кореядағы бірінші YouTube арна, Инста парақшаны алғаш рет Кореядан көлік тапсырыс заказ қабылдап Қазақстанға жіберген YouTube арнадан бірінші сайлауға, екінші мен болып шыққан болатын. Сол себепті қазір қаншама уақыт өтсе де, қазір айналамызда көптеген жігіттер күні-күнге бастап жатыр. Бірақ ішіндегі ең қызмет ақысы арзан және Қазақстанға жету уақытысы тез біздікі болып жатыр. Сол себепті де көптеген кісілер, кейбір кісілер менің YouTube арнамда 3 жылдан бері, 3,5 жылдан бері көріп жүрген кісілер де бар. Олар да осылай сенім беріп тапсырыс беріп жатыр. Келесі біздің осы YouTube арнамызда немесе Инста парақшамызды қазір көріп көптеген кісілер енді мені жаңадан танып отқан кісілер де бар. Сол себепті де ешқайсыларыңызға айтарымыз, біз көп жылдан бері өзіміздің опытымыз бар және Қазақстанға 1000 шақты көлік кеткен. Енді Алматы қаласында офисіміз бар. Алматы қаласының офисіміз видеоның сілтеменің астында немесе видеоның тұсында. Одан кейін біздің байланыс нөмірімізге егер YouTube арнаның сапасы 480, 360 болса, сапасы анық көрінбейді, телефон нөмірімізді көре алмай қалуы мүмкінсіздер. Сол кезде видеоның астындағы описание ашсаңыздар, барлық ақпаратты сол кезде көресіздер. Және өзімнің жеке 2-3 нөмірімді ғана қалдырам, яғни телефоныңыздар жауап береді. Соны олға айтып қоям. Сонымен сіздер хабарласыңыздар, қалған көліктеріңізді тауып береміз. Кореядан ең арзан 10-11 миллион теңгенің көлемінен бастап 150 миллион теңгенің арасында көліктерді сізге жібереміз. Бірақ мен қазір қарап жатырмын, кеше наргүні Mercedes S-класс 580 көлігі Қазақстанда 140-150 миллион теңге тұрады екен, бірақ біздің растамашка есептеген кезде 80 миллион теңгеден жоғары қарай 90-85 миллион айласына шығады екен. Сонда Қазақстан тұрған көлікпен салыстырған кезде 40-50 миллион теңге біздің көлігіміз арзан тұр екен. Және біздегі тұрған көлік ол растамашкасын есептегенде, және ол көліктен растамашы өте қымбат. Қарапайым көліктен қарағанда, мысалы қарапайым көліктерге 3 миллион, 4 миллион теңге растамашка шығып жатса, ол көліктерге 15 миллион теңге растамашка шығады. Сонымен қосып есептегендегі бағасы 85-90 миллион теңгенің айналасында. Бұны кейбір кісілер сіздерге 110-120 миллионға сату мүмкін Қазақстандағы тұрған бағаға. Бірақ бізде олай емес, бізде барлығы прозрачно, яғни көліктің Кореяда таза бағасы 70 миллион болуы мүмкін. Доставка анамдом санаған кезде енді оны қымбат көліктерге 2 орнын алады, $5500. Одан кейін өзіміздің қызмет ақымыз $600. Енді сол көліктің Қазақстанға жеткеннен кейін растамашкасына 15 миллион теңгедей немесе одан да арзан ба қымбат па нақты бір алла біледі, бірақ біз орта есеппен сананы 15 миллионға кету мүмкін деп ойлап жатырмыз. Сонымен қосқанда Қазақстанға бағадан қарағанда 50 миллион теңге, 40 миллион теңге арзан шығады екен. Ал енді соған қарап өздеріңіз ойланыңыздар. Мен айтқан сөздеріме нақты жауап бере аламын. Қаласаңыздар сонда қымбат көлікті алып, кейбір кісілер өздерінің компанияның астына немесе кейбір кісілер сатуға алып жатады. Тіпті бұндай Mercedes S-класс 580 көлігі Ресей халқында 170-200 миллион теңгеге де тұр. Сол себепті де Кореядағы нұрлан қазақ жігіттеріңізге сенім артыңыздар деп айтқым келеді. Жақсы, келесі видео жолыққанша аман сау болайық. Келесі 27-ші контейнеріміз Алла қаласа осы аптаның ішінде жүктеледі. Ал олай болса, жақсы сау болыңыздар.